Ассалаумағалейкум. Еліміздің бастарынасының тікелей эфирінде түскі жаңалықтар. Студияда Бауыржан Бақытбекұлы. Саяси партиялардың үгіт насихат науқаны басталғалы бері, яғни 20 ақпаннан бүгінге дейін 4340 материал жарияланды. Оның ішінде 3000-нан астамы республикалық, ал 1069 үгіт материалы өңірлік бұқаралық ақпарат құралдарында жарық көрген. Бұл туралы бүгін орталық сайлау комиссиясының мүшесі Ләззат Сүлеймен айтты. Ал 20 қаңтардан 19 ақпанға дейін сайлау тақырыбы бойынша, сондай-ақ партиялар мен тізімдегі үміткерлердің қызметіне қатысты 14 мыңға жуық ақпарат таратылған. Бұл тізімде интернет ресурстардың үлесі басым. Өңірлік бұқаралық ақпарат құралдары да осы кезеңде біршама материал жариялап үлгерген. Ал республикалық телеарналардан 3,5 мыңнан астам сюжет өтсе, әлеуметтік медиалар 1000-ға тарта материал берді. Республикалық мерзімді басылымдар болса, 1000-нан астам мақала жариялаған. Мониторинг 48 республикалық газетті, 15 журналды, 16 республикалық телеарнаны, 12 радио арнаны, 174 өңірлік газетті, 31 өңірлік телеарнаны, сондай-ақ 162 неғұрлым танымал интернет ресурстарды қамтиды. Мәжіліс және жергілікті мәслихаттар депутаттарын сайлауға әзірлік жұмыстары талапқа сай жүргізілуде. Керек десеңіз, дамыған елдердің сайлау заңдылықтарына толық жауап береді. Бүгін елордада қазіргі сайлау технологиялар тақырыбында өткен жиында сайлауды бақылау жөніндегі қоғамдық комиссия төрағасы осылай деді. Өңірлерді аралап, саяси науқанға дайындық барысын бағамдап қайтқан Нұрлан Ерімбетов сайлаушылардың да көңіл күйі жақсы екендігін айтады. Шетелден келетін бақылаушылар біздің заңнамаларымызды осы сайлауға байланысты өте жоғары баға береді. Себебі біз көріп тұрмыз дейді, сіздерде осы жақсы халықаралық тәжірибені сіздер алыпсыздар. Сосын өздеріңіздің заңдарыңыз әрқашанда өзгеріп тұрады екен жақсы жағына. Мемлекет бюджетінен әлеуметтік салаға қарастырылған биылғы қаражат 124 миллиард теңгеге ұлғайтылды. Тиісті өзгерістер парламент сенаты қабылдаған республикалық бюджет туралы заңда көрініс тапқан. Құжатқа сәйкес биыл әлеуметтік салаға 3 триллион теңгеге жуық қаржы бағыттау көзделіп отыр. Оның 5,8 миллиард теңгесі электрондық денсаулық сақтау жүйесін іске асыруға, 55 миллиарды кепілдендірілген тегін медициналық көмек көрсету шараларына бағытталмақ. Тағы 63 миллиард теңге жұмыспен қамту жол картасы 2020 бағдарламасындағы жұмыстарды жалғастыруға жұмсалады. Нәтижесінде жаңадан 13 мың жұмыс орны құрылады деп жоспарлануда. Тағы 60 мың адамда еңбекпен қамтуға жәрдемдесу шаралары қарастырылған. Оңтүстік өңірде мүлікті жариялау шаралары қарқын алды. Әсіресе тиісті заңға өзгертулер енгізіліп, заңдастыру науқаны қайта басталғалы. Бұл аралықта өңірдің мемлекеттік кірістер департаментінде 18 өтініш қаралып, 2,6 миллиард теңге заңдастырылған. Тағы 10 азамат сырт елдерде орналасқан жылжымайтын мүлкі жайлы ақпарат берген. Дені әргелес жатқан Өзбек еліндегі коммерциялық нысандар мен тұрғын үйлер. Жалпы мүлікті жария етуге байланысты рақымшылық туралы заң күшіне енгеннен бері аймақ тұрғындарынан құны 41 миллиард теңгеден асатын 4360 өтініш түскен. Оның 3438-не қатысты оң шешім шығарылды. Қазір бағасы 3 миллиард теңгеден асатын тағы 322 нысанның құжаттары қаралып жатыр. 5 жыл банкте сақтау деген шектеу алынып тасталынды, сондықтан бұл үлкен жеңілдік. Біздің азаматтарға біз қазір түсіндіріп жатырмыз, олар сол түсіністікпен қарап, баршасы жаңағыдай сол ақша қаражатын заңдастыруға белсеніп жаңағыдай қатысып отыр. Корея Халық Демократиялық Республикасы қысқа қашықтыққа арналған 6 зымыран ұшырды. Бұл ақпаратта Сеулде өткен брифингте Оңтүстік Корея қорғаныс министрлігінің өкілі Мон Сан Юн жариялады. Зымырандар Жапон теңізінен құлаған. Олар Вонсан аймағында орналасқан әскери теңіз базасынан ұшырылған көрінеді. Ал бұған дейін Біріккен ұлттар ұйымының қауіпсіздік кеңесі Пхеньянға қатысты санкциялық қарар қабылдаған болатын. Кеңестің ол шешімі Солтүстік Кореяның сутегі бомбасын сынақтан өткізіп, баллистикалық зымыранды ұшыруымен байланысты. 오늘 오전 10시경에 Солтүстік Корея әскері сағат 10-дардың кезінде бірнеше зымыран ұшырды. Қазір біздің қорғаныс күштеріміз осы мәселені анықтап зерттеп жатыр. Францияның Кале қаласында босқындарға арналған уақытша баспаналар талқандалып жатыр. Жергілікті билік өкілдерінің хабарлауынша, мигранттарға пана болған аймақ қылмыс пен қоқыстың ордасына айналған. Келіншектерді енді арнайы орталықтарға орналастыру жоспарланып отыр. Бірақ қала басшылығының бұл шешіммен мигранттар келіспейді.
Олар наразылық шарасын ұйымдастырып, тәртіп сақшыларына қарсы тас атты. Дегенмен, ел ішінде джунгли аталып кеткен мигранттар лагерін бұзу шаралары жалғасып жатыр. Жұмысшылардың қауіпсіздігін полиция қызметкерлері қамтамасыз етуде. Германияның федералды конституциялық сотында елдің ұлттық демократиялық партиясына қатысты іс қаралып жатыр. Партияның заңға қайшы әрекеттері дәлелденсе, оның қызметіне тыйым салынатын болады. Ұлттық демократтарда сарапшылар Еуропадағы ең радикалды ұйымның біріне балайды. 5000 тұрақты мүшесі бар партия антимигранттық, антидемократиялық бастамалармен танымал. Неміс халқының басым көпшілігі қоғамдағы ұлтаралық қақтығыстар үшін дәл осы ұйымды айыптайды. Сорақысы сол, партия әлі күнге дейін мемлекет қазынасынан қаржыландырылып келеді. Германияның тұрғыны ретінде менің алдымда жақтаймын немесе қарсымын деген екі таңдау тұр. Менің озбырлыққа жаным қас. Сондықтан бұл партияның қызметін жалғастырғанын қаламаймын. Олардың үгітіне көп адамдардың ергені өте өкінішті. Нью-Йоркте Біріккен ұлттар ұйымы аясындағы қазақстандық бастамаларды насихаттау мақсатында сайт ивент өтті. Фотокөрме барысында Сыртқы істер министрлігінің өкілдері Астана экономикасы мен инфрақұрылымының ел дамуы үшін қозғаушы күшке айналғандығын жеткізді. Ал Астанада халықаралық қаржы орталығын құру тек Қазақстанның емес, тұтас орталық Азия елдерінің инвестициялық әлеуетін арттыруға сеп болады. Сондай-ақ елордада өткізілетін Экспо 2017 көрмесінің жасыл экономиканың қарқынды жүзеге асырылуына ықпалын тигізетіндігі туралы айтылған. Осы айдан бастап еліміздегі республикалық маңызы бар жолдарда салмағы 8 тоннадан асатын көліктердің қозғалысына уақытша шектеу қойылды. Қазавтожолдың хабарлауынша, мұндай шектеу наурыз бен сәуір айларында Алматы, Атырау, Жамбыл, Қарағанды, Қызылорда, Маңғыстау және оңтүстік Қазақстан облыстарында қолданылады. Ал 23 наурыздан бастап 1 мамырға дейін бұл тәртіп Ақмола, Ақтөбе, Қарағанды, Қостанай, Павлодар және шығыс, батыс, солтүстік Қазақстан облыстарында күшіне енеді. Бұл климаттық өзгерістерге байланысты жолдардың сапасын қалыпты жағдайда ұстауға арналған жыл сайынғы шара. Жол дегеннен шығады. Биыл Батыс Қазақстан облысында 200 шақырымнан астам жол жөнделеді. Оның 119 шақырымы облыстық, ал 92 шақырымы республикалық маңызы бар жолдар. Бұл мақсатқа 15 миллиард теңге қарастырылып отыр. Биыл жергілікті маңызы бар жолдарды жөндеу жұмыстары Шапай, Жаңағала, Сайқын, Ақсай, Шыңғырлау, Аңқаты, Сары Өмір, Жымпиты, Қаратөбе, Орал, Кирсанов бағытындағы жол бөліктерінде жүргізіледі. Ал Нұрлы жол бағдарламасы бойынша Орал, Тасқала, Саратов пен Жалпақтал, Қазталов, Жәнібек бағыттарында республикалық жолдар төселіп, Орал, Атырау тас жолы ішінара жөнделеді. Бізде технадзор, авторский надзор бәрі қадағаланады, өзімді жақтан да қаралады, лабораториямен тексеріліп алады. Одан қалса жаңағы кепілдік дейміз, гарантия, әр мердігер гарантиясын береді. Жаңа 3 жылдан құрылыс жүргізіп жатқан уақытында тексерістер қатал тексеріліп тұрады. Ертең Белград қаласында Сербия мен Қазақстан арасында Дэвис кубогының 1-8 финалы басталады. Балқан түбегіндегі бәсеке алдында екі команданың теннисшілері мен капитандары бақ өкілдерімен жүздесті. Белградта жүрген спорт шолушымыз Қанат Базылхан баспасөз мәслихатынан хабарлайды. Армысыздар теннис жанкүйерлері. Әлемнің бірінші ракеткасы Новак Джокович бастаған серб теннисшілері Қазақстанға құрметпен қараймыз деді. Әлем мойындаған ойыншы тіпті қазақ теннисшілерінің есімін жіпке тізгендей айтып берді. Олардың арасында үлкен спорттан кеткен Юрий Щукин мен бұған дейінгі Дэвис кубогында ойнаған Евгений Королев та бар. Әрине, Кукушкин мен Голубевті Джоковичке жақсы таныс серб жігіті Қазақстанның 2 жыл бұрынғы Швейцариямен болған ойынын көрген тілге тиек етіп, біздің команда жайлы өз пікірін білдірді. Қазақстандық теннисшілерді жақсы білемін. Ертеректе Щукин, Кукушкин мен кортта жолымыз түйісті. Голубев, Королев сияқты жақсы ойыншылар бар екенін де айта кетейін. Осыдан 2 жыл бұрын Қазақстан Швейцариямен өте тартысты ойын көрсетіп, тіпті ұтып кете жаздады. Тек 5-ші партияда ғана есе жіберді. Сондықтан бізге оңай ойын болады деп айта алмаймын. Қазақстан мықты қарсылас. Әлемнің бірінші ракеткасынан жылы сөз естіген Қазақстанның өз байламы бар. Екінші болып тілшілермен жүздескен біздің команда қарсыластың қыр-сырына қанық екенін жеткізді. Команда капитаны Диас Досқараев алғашқы матчта кіммен бастайтынымыз маңызды емес, ең бастысы жеңіске ұмтылу керек деді. Өз еліңнің атынан шыққаннан кейін қарсыластың атақ абыройын ұмытып кетесің дейді біздің жігіттер. Себебі
Джокович ол танымал ойыншы. Біздің балдармен ойнаса, немесе басқа танымал теннисшілермен ойнаса, Федерер болсын, Надаль болсын, ол фаворит ретінде болып келеді. Сондықтан әрине Сербия командасына бұл лайықты. Себебі олар Джокович ұтса 1-0, өздері өз-өзін сенім беріп, екінші нөмірі Троицкий болса, оған сенім беріп, олар трибуналарға, жанкерлерге де, бірақ біздің балдар дайын болу керек. Бірінші ойнай ма, Джокович пен екінші ойнай ма? Дэвис кубогының әлемдік рейтингісінде Сербия 7-ші, ал Қазақстан 12-ші орында тұр. Алайда командалық сында жеке ойыншының емес, тұтас ұжымның жеңіске деген ұмтылысы нәтижені шешеді. Бұған дейінгі Дэвис кубогында мықтылардың мысын басқан Қазақстан енді ширек финал үшін аянып қалмаймыз деді. Қанат Базылхан, Мейрамбек Ақмақанов, арнайы хабар үшін Сербия астанасы Белградтан. Әзірге тарымыз осы, кешкі жаңалықтарымыз 16:00-де.